Мен 30 күн қатарынан ашығуға тырыстым. Басты сөз, тырыстым. Сіз бұл тамақтанудың тренді туралы бұрын естіген боларсыз. Жоқ болса, онда бұл кәдімгідей қиын іс. Соңғы 10 жылдықта сауығу саласын жаулап алған ең экстремалды қозғалыстардың бірі болып табылады. Кез келген есі дұрыс адамды тамақтанудың шегінен шығуға итермелейді. Басқаша айтқанда, бұл таңғы асты өткізіп жіберу. Және бір қарағаннан бұны қиын деуге болмайды. Бұл істің артынан көптеген адамдар барады. Олар өздерін айферс деп атайды. Шыны керек, олар өздерін қалай айтатынын білмеймін. Бірақ мен оларды сүйдеймін. Сонымен ашығу яки уақытша тамақтан бас тарту бұл мүлде диета емес. Бұл жай ғана күн сайынғы белгіленген тамақтану уақыты. Сіз күніңізді екі бөлікке бөлесіз. Біріншісінде ашығасыз, екіншісінде тамақтанасыз. Ашығып жатқанда тамақ ішпейсіз. Бұл оңай. Ашығудың ең танымал кестелерінің бірі және мен ұстанған ол 16-8 әдісі. Яғни мен 16 сағат тамақ ішпеймін, содан кейін 8 сағат тамақтанам. Ашығуда не жейтініңіз маңызды емес, бұяқта қашан тамақтанғаныңыз маңызды. Және жүздеген мыңдаған адамдар күннен күнге таңғы асты әдейі өткізіп жібереді. Содан неге деген сұрақ туындайды? Жауабы ғылым. Зерттеулерге сүйенсек, ашығу инсулин деңгейін төмендететін, майдың жағылуын жеңілдететін, қандағы өсу гормон көбеюінің және дене жасушаларын қалпына келетін көрсетті. Жаңа ғана айтылған сөздердің жартысын түсінбедім, сондықтан мен бұл дүниеде түсінбейтін жерлерді толтыруды сарапшыларға тапсыруды жөн көрдім. 400 жыл тамақтану ғылымы тарихи бізге калорияларды санауды үйретті, яки көмірсуларды, ақуыздар мен майларды. Біз бұны ғана ашқан жоқпыз. Біз не жейтінімізбен қатар қашан тамақтанатынымыз да маңызды. Дәрігер Сечин Пентайның зерттеулері 8-12 сағат әдісі зертханалық тышқандардың денсаулығын сақтайтын көрсетті. Оларға не бергеніне қарамастан. Бұндай шектеулер миллиардтаған адамдардың созылмалы жағдайын қалпына келтіре алады. Бұның пайдасы түсінікті сияқты. Сосын бір нәрсе дұрыс кетпеуі мүмкін бе? Өз ісімді бақылауға көмектесу үшін мен Zero деп аталатын қолданбаны пайдаланамын. Бұл ашығу үшін ең жақсы қолданба болса керек. Ол өте қарапайым, әдемі жасалған, ішінде зерттеу мақалалары, ашығуды үйренуге түрлі білім беру құралдары бар. Мен оны міндетті түрде ұсынамын. Әйтеуір, ол жаман емес. Босай, алақай, тамақтануға болады. Ашығу тәжірибеде, әсіресе 16-8 әдісін ұстану мен күткеннен әлде қайда қиын екені тез білінді. Бұл тамақтану кестесі күніңізді алдын ала жоспарлауыңызды талап етеді. Және басында менде осымен қиындық туындады. Бүгін мен 16 сағат әдісін ұстана алмадым. Бұлай екінші рет болып тұр. Бір кезде келдім де шыдай алмай кеттім. Кеше күнімді дұрыстап жоспарламадым. Бүгін жұмыстарыммен шығып келуімді, 1,5 сағаттай көлік жүргізіп қалатынымды есепке алмадым. Және қарным бос болды, таңертең тамақ ішпегенімнен. Содан соң мен әдеттегі жаттығуларым жаңа тамақтану кестесіне сәйкес келмейтінін байқадым. Мен жаңа ғана жаттығудан келдім. Алдыңғы 3 күндегідей күш қуатымның төмендеуін сездім. Мысал мен алғанда жаттығудың ортасында мен залға сағат 11 шамасында бардым. Бұл тамақтану уақытыма қарама-қайшы келді. Сағат 12 шамасында бірақ тамақ жеп алдым. Бұл бұлшықеттер үшін жақсы стресс болды. Бірақ мәселе мынада, жаттығуға жағатын отын болмаса, онда оның не мағынасы бар? Мен кардио жасап жатқанда ауыр салмақтарды көтергенде жаттығуға бар күшімді сала алмадым. Өткен мен оған дейін тамақ жеген жоқпын. Аш қарынға жаттығу жасау қиын болды. Сондықтан мен жаттығу кестесін өзгерту туралы ойлана бастадым. Алда мұндай жағдайлар болмас үшін. Және де ашығу таңғы асты өткізіп жіберуді білдірмейді. Сіз оның кестесін жай ғана қозғалта аласыз, айталық таңғы 8-ден түскі 4-ке дейін. Бірақ мен үшін және мен оқыған көптеген адамдарға бұл өте ыңғайсыз және кешкі әлеуметтік жағдайға қақтығысады. Сондықтан мен таңғы асты өткізіп жіберуді шештім. Осылай маған ыңғайлырақ болады деп ойладым. Және сол кезде маңызды бір сұрақ туындады. Күте тұр, таңғы ас күндегі ең маңызды тамақтану болып табылмай ма? Мен жарқын жемісті трекстерді жақсы көрем. Өткен трекстер толық таңғы ас. Бізді бала кезімізден бастап таңғы ас маңызды деп үйретті. Егер мен бұлай десем, сіз таңғалмай шығарсыз. Қантқа толы жарма мен сиропқа малынған вафли шынайы толық таңғы асқа еш қатысы жоқ. Сонымен таңғы ас керек пе, керек емес пе? Бұл миф пе, әлде ғылыммен дәлелденген пропаганда ма?
Таңғы ас өзі зерттеу бойынша өте маңызды екен. Шын айтам. Рас айтам. Зерттеулерге сүйенсек, егер таңғы асты өткізіп жіберсеңіз, артық салмақ қосып алу қаупі бар. Қарын ашып жатқандықтан зиян тәттілерге қарай бастайды, жемістер мен көкөністерді ұмытасыз. Таңғы аста ақуызға мән беру керек. Оны көбірек тұтынсаңыз, көмірсуға деген құмарлық азайып, қанығу артады. Жалпы салмақ жоғалтуға көмектеседі. Қысқаша айтқанда, мұны зерттеуге кіріскенде мен шатасып кеттім. Ашығудың ұзақ мерзімде пайдасы тимейді деп ойладым. Күнім үшін қосымшалығынан, бірақ бұл әркім үшін әртүрлі. Таңдау шынымен де үлкен. Бұған дәлел әлемдегі 7 миллиард адам. Біреу үшін жұмыс істейтін нәрсе, екіншісіне жұмыс істемеуі мүмкін. Міне осы да қиындық. Жай ғана оқып, сізге сәйкес келетінін біле алмайсыз. Білу үшін өзіңізді сынап көруіңіз қажет болады. Мен тәжірибемді жалғастыра бердім. Көңіл күйім жаман болды. 16-шы күнде байқаусызда 2 килограммымды жоғалтып алдым. Көптеген адамдар мұны жақсы нәрсе деп санайтын шығар, бірақ мені өз салмағым қанағаттандырады. Bir кездер мен салмақ қосу үшін күрескенмін және 2 килограммымды жоғалтып алу тамақ жейтін уақытты шектеумен қатар тұтынатын калория мөлшерінде шектелуін білдірді. Мен бір күні жұмыстан бос емес болғандықтан кофе мен булочканы ғана алып үлгердім. Жұмысымды аяқтап сағатқа қарасам кешкі 7:30 болды. Ашығудың басталуына небәрі 30 минут қалды. Сондықтан мен кілттерімді алып есіктен шығып кеттім де бурриттан сатып алып аузыма тықладым сағат 8 болмайынша. Бұл сынақтың аяқталарында айтқым келетіні. Бұл әдістің кемшіліктері бар. Әлеуметтік жағдайды жоспарлау қиын, 8-ден кейінгі кешкі ас пен сусындарды сияқты. Бірақ шынымды айтсам, мен үшін үнемі тойып қалмау сезімі ұнады, және күнделікті снектерді жей беруімді азайтты. Яғни осы сынақта снектерді күніне 2 рет тұтынуға дейін кеміттім. Бірақ мен бұл рахаттан арыла алмайтын шығармын. Мен бұл жұмыс істейтінін түсіндім, және соған дәлел сансыз адамдардың мыңдаған блогтары. Олардың өмірлері толықтай өзгерді деп өздері айтады. Бірақ мені алсақ, бұл кем дегенде 16-8 әдісі бойынша менің өмірімді теріс жолмен өзгертті. Түрлі кедергілер шығып қалатын. Сонымен қатар мен отбасым, достарым, мен жақын адамдарымды санамасақ. Шынымды айтсам, ашығу кәдімгідей проблема болды. Сонымен мен ашығуымды 30 күннің алтысында бұздым. Бұл менің ұмытып кеткенінен емес, жай ғана жалғастырғым келмеді. Ашығу мен қуаттандырмады, көңіл күйім жақсартпады, және мен өмірімді оңтайландырмады. Бұл маған жеңіліске қуана білуді үйреткен шығар. Сіз бар күшіңізді салғаныңыздың өзінде әлі де рахаттан алмайсыз. Сіз оның құндылығын көрмейсіз. Мен кестен бұзғанында қуанатынмын. Бірақ ережеге немқұрайлықпен қарай бастасаңыз, неге екенін ойланып көріңізші. Сіз өзіңізге соңына дейін адал болуыңыз керек. Мүмкін сізге істің өзі ұнамайды, немесе қорқасыз ба? Әлде сізде жаман ай немесе жаман күн болды. Егер сізге істеп жатқан нәрсеңіз ұнамаса, бұл туралы ойланып көруіңіз қажет. Қиын кедергімен кезіккен жағдайда басыңызды шайқайсыз, бірақ алға қарай жылжисыз. Бұл өмірдің бір бөлігі және даму кезеңі. Неғұрлым көп тәжірибе жинайсыз, соғұрлым өзіңіздің мақсатыңызды, жолыңызды және қайда бағыт алу керек екеніңізді түсіне бастайсыз. Ашығуға нүкте қоямын ба? Білмеймін, мен болашақта онымен тағы да тәжірибе жасау мүмкін, бірақ жеңілдетілген түрімен. Мүмкін 12 сағат ашығамын, немесе циркадтық ашығуды көремін. Табиғи циркадиялық ырғағымды есептейтін. Егер бұл 30 күндік сынақты алатын болсақ, мен сәтсіздікке ұшырадым деп сенмен айта алам. Және шынымды айтсам, көңіл күйім түспеді.